Ал құрметті менің оқырмандарым, бір күніммен бөліспекші болдым. Ұйықтап ырдың алдында жина десем, балдарым жинамапты. Содан үйім жинап алып, намазымды оқып жіберіп, құсылығымды жасап, аздап сауатымды ашып жібердім де, үйдің келесі бөлмедегі жатқан бәріміздің ұйықтаған төсегімізді жинап жібердік. Сөйткен кесе бір кесе бәрін сатырлатып жинап ұлан деген толып жатыр бір күнге. Ойланып таққа барам, таққа қоямын деп ойлап кеткен. Соған төсектерді жинап алдым да фотоштан ашып жіберіп, балдарды келесі бөлмеге шығарып жіберіп, үлкен ұлдың мама осы блинчик бірдеңе пісірсейші шайға деген есіме түсіп, панкейк пісірдім, шоколадный панкейк, сөйтіп ол панкейкті жеп алдық. Пісіріп бір деп екі сковородкаға салдым, тасырлатып жеп алдық. Сөйтіп таңғы асымызды ішіп алдық та